құрметті балалар, отырыңыздар. Жақсы, бүгінгі сабақтарым жоқ. Бізде 24 студенттің 23 студенті келді, бір бала алып жатыр. Жақсы, рахмет. Олай болса, балалар, бүгін біз сендермен сабақ өтеміз. Жаңа сабақ өтеміз. Бұл қайталау сабағы емес. Жаңа сабағымыздың тақырыбы диеталарды біз кеше бастаған болатынбыз. Диета тақырыбында сабағымызды өткен сабақтарда енді соны ары қарай жалғастырамыз. Яғни біз алдыңғы сабақта диетаның түрлерін өтсек, осы сабақтарда диетаның әрқайсының сипаттамасына топтаймыз. Соның ішінде бірінші, екінші және үшінші диетада қандай сипаттама бар? Ол қандай жаңағы аурудың түрлерінде сол диетаны біз ұстайтынымыз туралы, оның маңыздылығы туралы айтатын боламыз. Олай болса, жаңа сабақты бастамас бұрын сіздермен бірге өткен тақырыпты қайталап өткім келіп тұр. Өткен сабақта біз диетаны бастағанбыз, иә? Кім айтады? Диета дегеніміз не? Жалпы диета дегеніміз не? Елена, айта ғой. Диета дегеніміз бұл адамның белгілі ұстанатын жүйесі, яғни адам салмағын ұстау үшін диета дененің жақсарту үшін ұстанатын уақыт кестесі өте тамаша. Келесі, диетаны не үшін тағайындайды? Не үшін бізге диета керек? Аурудың емдеуге көмектеседі және артық салмақтың болмауын қамтамасыз етеді. Иә, өте дұрыс. Сол диеталардың түрлерінің ішінде біз емдік диета дегеніміз не балалар? Диета денсаулықты сақтау, аурудың емдеу немесе алу үшін тағайындалады. Ауру үшін тағайындалады. Сөзінің өзі деп тұр, емдік диета дегеніміз қандай да бір емдік емдеуге арналған диетаны өтегеніміз. Яғни сол диетаны емге байланысты тағайындайды екен, өте дұрыс. Енді осы диетада білесіңдер, диета деген бізде көбінесе құрамындағы май, клетчатка, тұз, көмірсулар сияқты өнімдердің мөлшерімен анықталады. Ішінде ең маңызды, осы диета ұстаудағы ең маңызды өнімнің бірі ол клетчатка. Мысалы, клетчатка қай өнімдерде бай? Айта ғой. Көкөністердің ішінде орамжапырақ, сәбіз, қызылша, брокколи, асқабақтары кездеседі. Жемістер мен жидектерде алма, алмұрт, таңқурай, қарақат және өрікте кездеседі. Дәнді дақылдар сұлы жармасы, қарақұмық, арпа, қоңыр күріште кездеседі. Жақсы, рахмет. Бағана сендерге айтып өткендей, бүгін біз диетаны, жалпы диетаның ішіндегі бірінші, екінші, үшінші диетаны өтеміз деп айттым. Осы сабақты бастамас бұрын біз жалпы осы диета сөзінің мағынасына, яғни емдеуге арналған дәрінің түрі. Ем-дәм грек тілінен аударғанда тұрмыс салт дегенді білдіреді. Яғни бұл біздің тұрмыс салтымыздың бір бөлігіне де жатады екен. Тамақтың құрамы, өңделуі, дайындау тәсілдері, тамақ ішу мезгілдері және уақытына қарай тамақ қабылдау әдісі. Диета дегеніміз осы. Осы сөзді өте маңызды. Өздерінің дәптерлерінен түртіп, міндетті түрде анықтама ретінде жазып алыңдар. Заттарының басымдылығына байланысты ол ақуыздың, майлы немесе көмірсулардың, тұзсыз тағы басқа өнімдердің химиялық құрамына қарай жеңілдетілген, ықшамдалған, элиминацияланған, гипоаллергенді тағы басқа кейде авторының атымен Карель, Лейбе емдік диетасы деп тағы басқа аталады. Өздерің байқап отырғандай, тағамның құнарына, құрамына өте үлкен мән берген. Осы ақпаратты да дәптерлеріне жазып алыңдар. Балалар, енді сабақты түсінгенімізді анықтау үшін осы келесі тапсырманы орындаймыз. Бұл Unislide бағдарламасы арқылы жасалған презентация түрінде берілген тапсырма. Бұл жерде өздерің байқап отырсаңдар 5 сұрақ берілген. Бүгінгі сабақ бойынша осы сұрақтардың дұрыс жауабын анықтаулары керек. Ол үшін мына сұрақтың жауабын анықтауға бізге 15 секунд берілген, балымыз 10 балл. Ең бірінші жылдамдықты қажет етеді. Жылдамдық пен
бірінші жауап берген баланың ұпайы да жоғары болады. Сондықтан өте мұқият болыңдар және өте жылдам жауап беріңдер. Енді так, бастаймыз. Мүлдем сөйлемейміз. Бірінші сұрақ бойынша нөмір бірінші диета қандай жағдайда тағайындалады? Қант ретінде, асқазан жарасында, бас ауырғанда, бүйрек ауруында. Сендерде 5 минут қалды, тездетіп жауап береміз. Жақсы, жауаптар қойып. Балайым бізде бірден жауап беріпті. Міне, балайым Данияр Еркебұлан өте жақсы жауап берген, бірден жауап береді. Келесі. Нөмірі бірінші диетаның негізгі мақсаты қандай екен? Салмақ азайту, қан қысымын төмендету, асқазан шырышты қабатын қорғау, қан мөлшерін азайту. Жақсы, ұпайларымызды көрейік. Жарайсың, Данияр. Бірінші жауап берген көрінді. 19 ұпай алып отырсың алдыңғымен қосқанда. Балайым, Еркебұлан, Құндыз, Құралай, Таңшолпан, Алинұр өте жақсы жауап беріп отыр. Келесі. Нөмір екінші диета қай жағдайда ұсынылады? Жоғары қышқылдықта, қышқартуда, төмен қышқылдықты гастритте, бауыр циррозында. Енді жылдамдықпен жауап береміз балалар. Жауабын көрейік. Төмен қышқылдықта гастритте екен. Жауап бойынша бізде Құндыз. Енді балалар бүгінгі сабағымызды қорытындылау үшін осындай ортол бағдарламасындағы дөңгелекпен айналу тәсілі арқылы сендерден бүгінгі сабақтан алған білімдеріңді тексереміз. Өздерің көріп отырсыңдар, бұл жерде дөңгелекшеге өздерінің аттары жазылған. Қазір кімге түседі, сол бала бүгінгі сабақ бойынша ойын түйіндеп, сабақты түйіндеуге өз үлесін қосады деп ойлаймын. Олай болса, кеттік. Балайым, айта қойшы, бірінші диета не үшін бағытталған? Асқазанды емдеу, Жақсы. Оның негізгі принципі қандай? тамақта жылы емдеу. Яғни тамақты салқын, не суық күйінде пайдалануға болмайды. Ал рұқсат етіледі, біреуін атасаң болады. Рұқсат етіледі, сұйық тағамдарды, сұйық ботқаларды пайдалануға. Жақсы, рахмет. Келесі. Құндыз, саған сұрақ. Нөмір екінші диета. Гастритке арналған, яғни гастрит ауруларын жою үшін тағайындалған диета түрі. Толық жауап береміз балалар. Олардың негізгі принциптері қандай? Негізгі принциптері гастритте кім көмектеседі? Негізгі принциптері нөмір екінші диетада. Елена, көмектесе ғой. Қуырылған тағамдарға шектеу қойып, өзінің ауруының атынан айтып тұр, гастрит, яғни асқазан жарасы ғой, ол да былай. Гастритте мүлдем қуырылған тамақтарға шектеу қойылған. Ал рұқсат етіледі неге? Айта ғой. Жақсы, рахмет, отыра ғой. Келесі. Даниял, нөмір үшінші диета. Нөмір үшінші диета неге бағытталған? Іш ауруларына мысалы Шылықтырсаң, ішқартуға, ішқартуға. Жақсы, ал енді оның негізгі принциптері қандай? Негізгі принциптері қандай? Кім толықтыра алады?
Иә, дұрыс айтасыз, клетчаткаға өте байдағандар. Ал клетчаткаға байдағандар деп, клетчаткаға бай деп біз бағана не деп айттық? Кешегі сабағымызды қайталағанда. Ол қандай? Қандай? Көкөністер, жеміс-жидектер, жармалардың түрлері, оның ішінде қара қымық өте клетчаткаға бай өнімдер. Ал рұқсат етілген неге? Рұқсат етілген нөмір 3-ші диетада қышқартуда көкөністер, тағы рұқсат етілген жеміс-жидектер, содан кейін қарана, өте дұрыс. Рахмет. Балалар, бүгін осымен сабағымызды түйінге қорытындылап, бірнеше тапсырмалар орындадық. Бүгінгі сабақ сендерге өте қызықты болды деген ойдамын. Енді осы сабағымызды кері байланыс арқылы, рефлексия арқылы сендермен түйіндесем. Бүгінгі сабақтан не үйрендіңіздер? Қандай ақпарат алдыңыздар? Кім айта алады? Айта қойып. Дұрыс, рахмет. Келесі, кім айта алады? Диетаны қандай түрлерге өткіземіз? Иә, дұрыс айтасың, Кенжемұрат? Айта қойып. Иә, суға немесе буға піскен тағамдарды пайдалану дұрыс екенін түсіндің. Жақсы, қалай? Айта қойып. Өте дұрыс. Яғни диета арқылы ауруларды алдын алу, яғни оны ушықтыру емес, оны тоқтау, емдеу сияқты негізгі принциптерді орындауға болатынын түсіндік. Балалар, сендерге көп рахмет. Енді үй тапсырмасын жазып алыңдар. Үйге тапсырма нөмірі 1-ші, 2-ші, 3-ші диета арқылы соларға ас мәзірін құрастырамыз. Нөмірі 1-ші, 2-ші, 3-ші диетаға сай барлық ережелерді ескере отырып ас мәзірін құрастырамыз. Еркін форматта болады, слайд немесе өздерін басқа форматта жазып кетсеңдер де болады. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Барлықтарыңызды бүгін сабаққа белсенді қатысқандарыңызға үлкен рахмет айтамын. Міндетті түрде бағаларымды қоямын. Бүгін сабақта бізде Құндыз, Еркебұлан, Даниял, Құралай, Елина, Балайым жақсы жауап беріп отырды. Сендерге үздік деген баға қойып, бүгінгі сабақты осымен қорытындылаймыз. Рахмет барлықтарыңа.